Nurmat'ta biraz sözді көктетіпті. Жылдан қателестін деп жеңгем өкпетіпті. Бір кездегі осы ғой әңгелегің. Байқаймын біраз уақыт өтіп кетіпті. Қазір қарағауыннан үлкен боп тұр. Демеймін көзіндегі от кетіпті. Плетпенен жақпасаң екі жақтап, пәлекке симайтындай боп кетіпті. Нұрмат, сен асығыстау сыртыйдың бе? Қағаздан қателесіп кіртейдің бе? 25 жаста кеткен жеңгемедің? Демеймін төбемізге бұлтыйдың бе? 37 жасында ұзатты деп. Нұреке сәл асығыс сыртыйдың бе? 25-те ұзатқан ағамызда 12 жылдан кейін тағы да бір тыйдың бе? Жайнаған адамдықтың бау бағында, досына айналдырған жауларында, ақ жарылып қарсы алған ел бар мұнда, ұсынып айран қымыз саумалында. Сырдария айтыс жасап жатыр екен, ұлықтап ұлбекедей таударынға. Ассалаумағалейкум ардақты жұрт, тағы да бас қосып біз тәуба мұнда. Шіркін-ай, бір жарасақ арман бар ма тарихтың бір парағын аударуға? Көктем келсе, сең мен су басталады. Әйтеуір Қызылорданың аумағында. Су тасиды Сырдария өзенінде, жыр тасиды Сырдария ауданында. Суың жерге, жыр елге құт болсын деп, айтысымды бастайын алдарыңда. Наурыздың қиын болды биыл марты. Қардың да жалғасты ғой құйын қарты. Одан кейін аямай бұршақ жауды, аспанның ыдырамай түйін қалпы. Бүгін сәл-пәл күн шығып жадырап тұр. Осымен көрінгендей сыйым нарқы, бір күнде 40 құбылды мерекеде, әйелдерді түсіну қиын жалпы. Бұл жердің баласы да шұрықтабан, мән береді салтпенен, береді салтпенен сәл ғұрыпқа мән. Бұл жердің қыздары да тұнық қалам, жаңаған аршығандай жұмыртқадан. Бұл жердің жігіттері 40 қадам, ұзаса да нәпсісін құлыптаған. Бұл жердің әжелері былықпаған, әңгімеге кірмейді құрып қаған. Іздерінен ұл мен қыз ертсе де, ешқашан өсекпен сөз шұбыртпаған. Бұл жердің аталары құнықпаған, мехнатпен бейнеттен бірікпаған. Аудан бұл ауылдарын ақын қылып, жазушысын көкейге құлыптаған. Ахметова Күлаштай ақынды да келін қылып қабағын суытпаған. Бүгін міне Ұлбике ақынын да ерекше айтыс жасап ұлықтаған. Мың жаса Сырдарияның сырбаз халқы, ұлында бикесінде ұмытпаған. Рух адамды ешқашан өлтірмейді, өз өлтіріп алмаса рухта адамай. Енді мен жан-жағыма қарасайын, уақытпен кісімен де санасайын. Ағамның ақ жайлау аман бұсын, құндыздай боп құлпырған баласайын. Кенен мінген кешегі көк шолақтай, қыздар мінген байталды жанасайын. Еліктің ылағындай болмасаң да, егіздің сыңарындай жарасайын.
Қошқар дейміз тұмсығы дөң келгенді, жақсы дейміз жан-жағы кең келгенді. Сыртқа шығып қала беретін жандар болады, сызсаңда қандай үлкен шеңберлерді. Көлемі көшкен үйдің аумағындай, бір өзі тарылтатын кең жерлерді. Ағайын байқадың ба қасымызға, белінде жоқ ешқандай белден белгі. Екі көзі даканса ашылмайтын, даканса жұмылмайтын мерген келді. Ілтипатпен ізет қып отырайық, кім жек көрер қолтықтан дем бергенді. Таразы көрсе басып сындыратын, тараздан алтын күлдей жеңгем келді. Bir qol soğuk qoyayıq bir кездері, Ұлбикен ұзатқан жерден келді. Айқаяғы кеңдігі өлшенетін ішіменен, шай келсе тұратығын ысы берен. Алтекең айтыстағы нағыз жүйрік, алқымында тұратын пісіп өлең. Аламанда аузымен құс түстейді, жай кезде акарачке тісіменен. Нұрматмен ұжыптаса амал бар ма, басатын сұсыменен, мысыменен. Кішкентай кездерінің өзінде де, кішкентай боп көрмеген кісіменен айқаяқы. Айтыстарда көсіліп бал бермейтін, қасында қарсыласты пар көрмейтін. Нәтижесі онша месін білгеннен соң, өзде асағатты сәнденбейтін. Көңілігең жеңеше маман бісің, онша-мұнша көйлектер дәл келмейтін. Мейірленсе ботамау бергел дейтін, ашуланса атамнан әрмен дейтін. Екеуміз мысалға кеп қалмайықшы, кешегі пілменен қанден дейтін. Бетінің берекесі ортаймаған, кәмпитті де батырып балмен жейтін. Ерекше кісі ғой бұл ағайындар, шақырсаңыз ешқандай бәлденбейтін. Өмірге білгелдім деп рахаттанып, ет ассаң да қамырын наммен жейтін. Айқаяқы ағамызға ерді де өсіп өнді, осылай өркениеттің көшін ерді. Сырдарияда басталған мынау айтыс ерекше ел мен жұрттың хошы болды. 8 наурызда айтыс болып, кілең жігіт топ кетті. Сосын енді бір нәзік ару табайық дедік дағы. Өкпеміз екі ортада өшіп өлді. Ақырында дәмайдап Сырдарияға ағамыздың көрпелес досы келді. Кезегімді берейін олай болса, жеңешеме көңілі хош реңді. Мерекеде ағайын мұнауың не? Демеңіздер осы ғой пошыменді. Ел адақтап әйтеуір мерекеде, тапқан ең нәзігіміз осы болды. Айқаяқы жеңемін деп тұрсың ба, жеңешеңді ұялтып, белден төмен түспейік бітірмейді қиялтып. Жалықтырдыңдар әбден, салмағымды жиайтып. Бәйгеге қосаң өтпейтін,
биеге қоссаң жетпейтін, сендей пони айғырдан мен сақылды би артық. Бісміллә деп бастайын, тарихты жерден тамырап, құлашты кеңге тастайын, тұлпарлар солай танылады. Öyle. Сырдария мекенсің, шаңы түгіл, талы түгіл, шаңы бақ. Ұлбике сенде туылған, сөзге жүйрік саңлақ. Талайларды туғансың, әлі де орны толығат. 200-ге келді деп, ас беріп Құран қабылдап. Аталар босқа айтпаған, сыйлаған нұрға малынат. Байымайды тірілер, разы болмай әруақ. Танылған сен мекенсің, тарихтан алғаш орнап. Басымды иіп кеп тұрмын, армысың қара шаңырағы. Айтпаймын сөздің бекерін, сөйлеймін жырдың шекерін. Қызыл тілім жетеуме жырлауға сені мекенім. Бағымыз деп бағамдап, туған жер деп ән арнап, Әбділда туған мекенім. Қазағымның бір қызы, ағмаңдайлы жұлдызы, Майханова Сәбира анам туған мекенім. Сынаққа сырға ілдірген, мұңайғанды күлдірген. Емес бізде періште пенделікті білдірген, Қалтай туған мекенім. Öyle. Тілінің сүйрік орағы, сөзінің сүмбіл орамы, жапырардай қоғаны, айтыстың ақ бораны, Замадин туған мекенім. Алыпты туған алып деп, қазақ қыздарын дәріптеп, тайманып Рамазандай ағам туған мекенім. Ұлының жүрген ізімен, жалғаған жерін үзілген. Қазіргі жастар ішінде, биік тұрған тізімнен, Ақиық ақын Нұрматтай балаң туған мекенім. Айтқандарым мұншама, айтпағаным қаншама, осыдан ақ білеміз сырдың киелі екенін. Ал енді саған келейін. Öyle. Geçin. Соза бермей әрге, жеңешеңнің пошымын жеткіздің елдің бәріне.
Бұтыңдаған түрің бар, бүлдіргелі отырсың, Мұхтар жанау тағы не? Бір түрлі көз қарасың, сұқтанып менің тәніме. Ашылып аузың кетпесін, қарап тұрып қалеме. Есіңді жи қарағым, уақытың бар әлі де. Сөзі сондай мұқаның, сүзгеніндей бұқаның. Қара сөзбен қайшылап деп тұрсың ба ұтамын. Аспандамай төмен түс, қирауы оңай жұқаның. Айырылып бұтың кетпесін, пырт ете қалып бұтаң. Шындап кетсем шыңғыртып, шайнамай-ақ жұтамын. Жеңгеменен айтсаң ұрыс шығар, күлкісімен дауысы күміс шығар. Белден төмен түспейік деп едің ғой, ол жақтан өз артыңда қуыс шығар. Байқаймын өзің төмен түсіп кеттің, мінезің бар бойыңнан ығыстырар. Шайнамай-ақ жұтамын деп отырсыз, оныңызда байқаймын жұмыс шығар. Майлауызда жүрейік жарты сағат, кішкене шайнағанда дұрыс шығар. Сырдария ауданына келгеніңде аямай бізге жауап бергенің бе? Биеге артсаң түсіп қалады деп, сонда сен мына маған сенбедің бе? Бірінші рет сахнада көріп тұрсың, неге сонша тарылды шеңберіңде? Айғырдан бие артық деп отырсыз ғой, оныңызды түсінбес елде мүлде. Алтын басты әйелден қай кезде де, бақа басты артық қой ерлеріңде. Сондықтан артықпын деп астамсыма, әйелдің артық жері кем жерінде. Филолог жігітпіз ғой, тілге маман, көңіліміз болмасын күндегі алаң. Алтекеңнің қарқыны дәл осындай, демейді ғой бұл кісі жүлден алам. Қасына кім келсе де аямайды, тарпа бассап соғады бірден оған. Рас қой шайнамай-ақ жұтатыны, бұл кісі қайбір шайнап жүрген адам. Алфавиттің тілімен түсіндірсем, өзі де түсінеді білген адам. Мягкий знак, твердый знак деген бар ғой, біледі алфавитті білген адам. Жіңішкелік белгісі жоқ бұл кісіде, айыру белгісімен жүрген адам. Қос көрін өттеуші еді қорыққанда, біздерде дәл осындай жорық бар ма? Қарға аунаған қасқырдай құлпырдыңыз, аунағандай кәдімгі көбік қарға. Бұрында тұз ауырма, қыз ауырма деп ойлаушым, кішкене торыққанда. Негізі мен тұз ауыр деп ойлаушым, өзімше ағайындар соныққанда. Негізінде қыз ауыр болады екен, тұзы жеңіл пақырға жолыққанда. Жай ғана өзіңізге ағам құшап, туып тұр сахнада табанды сәт.
Ханым емес, ханша емес отырсыз ғой франциялық мадемуазель мадам құсап. Әлі де уақыт бар деп отырсыз. Ойыңызда бар ма еді қараңғы шақ? Сіз шапсаңыз ағасы мен жеңеше мен қалмаспын, жаныңызда тұрмаспын шабан құсап. Сырдарияның бар еді ауылдары, көрінбеген ешқашан жаман құсап. Сұлулығың нағидай болмаса да, отырмын көңіліңе алаң құсап. Шіркейлідей шапшағын жігіт едім, жанымызда сен тұрсың шаған құсап. Шағанды айтсам жымиып күлесің ғой, сол жақта тұрып көрген адам құсап. Ал теке ал жақсылап қар өлеңнен жыл қайдашы, даусыңның естілсін шырқай бәсі. Ағам жоқ жалғыз өзің мұнда жүрсің, аспасын бойдақтардың күрт айласы. Жалғыз өзің аралап ел мен жерді, жүресің ақын ғой деп ұлтайнасы. Ұлбике апамыздай аса сұлу, ажарлы болмағанның бір пайдасы. Жеңгемін қайын сырын ұққан адам, болама деп отырсам тұтқамаған. Денемді айтып менің қоймады ғой, кісідей айтар сөзден тұққамаған. Анау мынау ойлауға да болмайды екен, кісіма дейін десең ұрттабаған. Жұлдыздай жылтыраған жеңешеңнің қасында қайсиқың бар жұрт қараған. Түріңізге қарасам күлкім келет, қораздай қора ішінде ит талаған. Жетсін деп жүректерге ақау шіркін әнім, боз торғайың секілді шырқырадым. Мен деген келіп кетер бір қонақпын, қалар бәлкін жүректе мүмкін әнім. Көрермен болып отқандар көп жасаңдар, көңілімде орын алдың бұл күн бәрің. Аналық тілегім сол асыл қалқым, тілеймін қалың елдің ынтымағын. Жеңгені ән қылыңыз, күй қылыңыз, өзімізше таразда бір жұлдызбыз. Әзілді нағыламыз соза беріп, мұқажан айтар сөзді шын қылыңыз. Ана баста әр нәрсеге жұмсай бермей, халыққа пайдасы бар ми қылыңыз. Қыз келсе құр қайтармас қалудеңдер, бір жайды осы жерде жым қылыңыз. Жеңешең келіп отыр ту тараздан, бар меді маған деген сыйлығыңыз. Қалжыңыңа жеңешем құлақ тұрсын,
байқаймын табан асты құрап тұрсың. Әйел ана қашаннан сұлу болады, жанарыңда бар екен шуақ тылсым. Бер жағыңнан күлгенмен байқап тұрмын, жеңеше жан дүниеңмен жылап тұрсың. Теңеулерің тіптенді қорқынышты, деп ойлап емішіңде бұлақ күлсін. Енді келіп сыйлығың бар ма дейсің, дегендей бұл мұқтарға қуат тұлсың. Қорадағы қораздан ит талаған сахнада қандай сыйлық сұрап тұрсың. Сен маған құшағыңды жай аласың, жиналғанда бұл елге аялашым. Біз деген қонақ жайыл қай кезде де қалмайды, мейманынан аябасын. Қоразды деген періштені көреді ғой, солай айтқан мақалға саялашым. Ит деген шайтанға да үре береді, қоразды қалағанда сояласың. Бірақ та сол қоразды ит таласа, төбеттің даусымен оянасың. Келгендей қаранарға керек артып, отырсың жүрегіңнен өлең аңқып. Жеңеше қандай сыйлық бар деп отсың, қандай сыйлық керек ет менен артық. Ойлаймын, ескерейік бұл жақа бет бұрғанын, ескерейік елде де тек тұлбарын. Арнайы Сырдарияға келіп бүгін өлеңіңді аямай төктің жалын. 19 жастан бері бізбен шығып, айтысқанның шын жұлдыз еттің бәрін. Сондықтан өз атымнан, ел атымнан қалаймын қыздардың да бет бұрғанын. Жақсылап бір өзіңе гүл сыйлайын, ескеріп 8 март кеп тұрғанын. Жүрген жоқсың жеңеше жүлде қуып, беліңді жүрсің мұнда күнде буып. Ақын аруды айтысқа шығарамыз, біз үйге қамамаймыз түрме қылып. Қасымызда отырсаң күнде осылай, шығарып қыз секілді күнде қылық. Мерекеңіз бүгінгі құтты болсын, шаттықтың бәрін бүгін үлгер ұмыт. Айтысқа жиі шығып тұрсай, кетіп қалмай кей кезде бір көрініп. Ұлбикенің тағдырын білесің ғой, біледі оны жүрген ілгері жұрт. Жамбыл барып жағдайы сондай болды, қиындыққа жалғасты күндері нық. Біздің халық бірақ сәл басқа шалау, болсыншы өтіп кеткен күндер ұмыт. Сүйекпен аспен ұрған адамды таспен ұрып, жүреміз сүйекпен ұрғанды гүлмен ұрып. Нәпсі деген түнде жау, күндізде жау, құлағыңнан ақаритын үргізген ау. Bir шама кісілерді атап өттің, Алтекең жүрегінен шын дізген ау. Қазылардың қатары ғажап екен, әрқайсына бір ат мінгізген ау. Ішіндегі мықтысы Бекжан ағам, қадырын хан қараға білгізген ау. Бәріміздің ұстазымыз Мамыр ағам, айтыс десе білегін түргізген ау. Әбекең айтыстағы қара боран, күнде шықса жолыныңды күндізген ау. Ақтөреде ақынның мықтысы еді, осылармен күшейген бұл дізбек ау.
Таймановтың талғамы толатындай бұл әншілер Ақымбет жұлдыз бедау. Рамазан ағамызды меніңше сол Рамазан ай ғой деп кіргізген ау. Құдайдан халық келіп бақ сұрап тұр, әрине шын жүректен нақ сұрап тұр. Ақындардың ішінде жалғыз қызы, Алтекеңе қол соқсақ жақсылап бір. Ажалдың желеш қашан сөндірмейтін Алланың өзі жаққан ақшырақ бұл. Кемелденіп кетпесек жанмен байып, ішкен тамақ болады тәннен ғайып. Өлеңмен өнер жетім алақ емес, өрісін кеңейтетін малмен жайып. Теңізге шықпай жатып суға батар, тесігі саусағыңнан сәлген қайық. Өнердің айтыстың салы суға кетпесін деп берген ағаларым бар жәрдем лайық. Ел атынан айтамын алғысымды, тұғырымнан қайтемін әлден, мың алғыс баршақ тұғырымнан қайтамын әлден тайып. Аймақ басшысы Нұрлыбек Нәлібайып, аудандағы Берік ағам Сәрмен байып, төленерін төбеге көтергендер, құрметпен қошеметке әбден лайық. Елім деген ерің бар, ерім деген елің бар. Ақындарын құрметтеп отырғызған түрің бар. Ниетім тіпті әппақ қой, жүректен шыққан менің бар. Тараздан бері тартылған, сіздерге жеткен жолым бар. Ұлбикенің іздедім, іздеп келген қыз едім. Ұлбикенің көзі деп қарайтындай жөнің бар. Қызыл гүл беріп едім деп, демегін жеңгем қорлайма. Жеткенімше таразға жүгірмек мынау солмайма. Шыға сап кіре салардай жап жақын бізде жол қайда. Бұдан көрі екі қап күріш берсең болмайма. Қыз кезде гүл бергенде құлайсыңдар, қылмаңдаған жігітке ұнайсыңдар. 15 мыңға гүл алып, зорға келсе мұнауың жарамайды деп құрайсыңдар. Таразға барғанша солып қалады дейсіз бе, енді соған шыдайсыңдар. Айтысқа келіп тұрған арулары сахнаға қашанда шырайсыңдар. Біз айлыққа қараған ақындармыз дейсің бе, күріш берер бұғайсың бар. Ауданның егесі бар, төресі бар, күрішті Берік ағамнан сұрайсыңдар. Аубеке қар өлеңді өріңіздер, біздердікі намек қой көріңіздер. Ек қап күріш сұрап отыр Алтекеңдер, біреуін өзі жейді сеніңіздер. Жеңілметін осындай
Алтынкүлді азық-түлік беріп-ақ жеңіңіздер. Көктем деген күршігер уақыт қой. Өсіңіздер, ылайым өніңіздер. Тұқымың өскір мынау Алтынкүлге. Тұқым күріш болса да беріңіздер. Бәрекелді, тамаша. Жеңге мен қайнының ғажап айтысының үлгісін жасаған Мұхтар Ниязов пен Алтынкүл Қасымбековаға құрмет, қошемет ағайын. Гүлдей құлпырып жүре беріңіз жеңеше. Сырға Сырдария ауданына қош келдіңіз. Айтыс деген ауызша кітапхана дейді. Мына Алтынкүл жеңешем керемет бір сөз айтты. Мұхтарға теңеу таппай жүрем, қора ішінде қоразда ит талаған деп. Айтыс деген шынында сурет қой. Бұндай суретті тек ауылда тұрған, ауылдың тыныс тіршілігін білетін, дәстүрлі танымды білетін адам ғана ойына, жұрттың бойына тоқтат, тіліне оралады. Сондықтан керемет шумақ жырларымен біздің халқымызды ерекше риза қылған аудан халқын Алтынкүл жеңгешемізге арнайы құрмет, қошемет ағайын.